Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті Pythonдағы есептерді жалғастырамыз. Бүгінгі қарастыратын мысалымыз welcome. Есептің берілген көшіреміз. Ctrl-C. Оказывается, есеп фундаментальный. Переводчикке саламыз. Былай дейді. Сіздің стартапыңызда адамдар көп. У вашего веб-сайта больше аудитории Скандинав қаласында адамдар өте көп и соседних стран. Маркетинг считает, что было бы здорово приветствовать посетителей сайта на их родном языке. Яғни, сайтқа кірген адамда өзіне сайт тілмен амандасқан дұрыс дейді. К счастью, вы уже используете API, который определяет местоположение пользователя, так что это легкая победа дейді. Яғни бізде кімнің қай жерден екенін білеміз, сол жеріне байланысты. Сол жеріне байланысты біз привет жасай аламыз. Придумайте способы хранения языка в виде базы данных, например, объекта. Яғни тілдерді объектте немесе листта, массивте жасаңыз деген сияқты. Языки перечислены ниже так, что вы можете копировать и вставить. Напишите функцию приветствия, которая принимает параметр языка всегда строка и возвращает приветствие, если оно есть в вашей базе данных. Яғни, бізде былай болады екен, егер ол өзі English болатын болса, welcome деп шығады, Irish болатын болса, file, яғни тіліне байланысты сәлемдесу шығады. И битеді. По умолчанию должен быть английский, если язык нет в базе данных или в случае неверного ввода дейді. Егер біз шартпен жазатын болсақ, өте оңай. Если language тең болатын болса, Englishқа, тогда welcome деп шықсын. Мынау болатын болса, былай шықсын. Dutch болатын болса, welcome деп шықсын деген сияқты. If-пен жазып кете беруге болады ретернге. Бірақ мұқият қарайтын болсақ, бізде санмен де берілген жағдай бар екен. Екіге тең болатын болса, welcome деген шығарсын дейді. Бұл шартпен жазғанға тура келмейтін сияқты. Сол үшін біз давайте лист па немесе бір массив па құрап алайық. Атын кез келген бір mylist па или list па бір ат бере салайық. Мысалға тізім тең фигурный жақшаға жазамыз. Ары қарап енді мыналарды көшіріп алсақ болады. Егер English болатын болса, welcome деген сияқты Ctrl-C мұнда қоя саламыз. Қазір осылай ошибка беретін болса, бір қатарға жазамыз, егер ошибка бермесе, осылай қала бергені дұрыс. Енді шарт жазамыз, егер біздің language ішінде болатын болса, мен жасаған тізімнің ішінде болатын болса, онда return. Біз оған тізімнің language-не, яғни оның санына қайтарамыз. Яғни French болса, мынау деген сияқты ғой енді. Понятно шығар. Енді бізде жаңа ережеде былай деп айтты. По умолчанию должен быть английский, если языка нет в базе данных или в случае неверного ввода. Қате болған жағдайда приветствиені бізде ағылшын тілінде айтсын дейді. Иначе, else, ол болады return, return тізімнің ішіндегі English-ға. Значит, welcome шығады деген сөз. Тест. Ошибка шығып қалуы мүмкін. Б десек жоқ екен. Attempt дейміз. Енді бізде оказывается мына жерде бір жазу бар екен. Егер мынаған тең болатын болса, мынау шықсын деген сияқты. Сонда егер бұлардың барлығы жоқ болатын болса, welcome шығады. Яғни мынаның барлығы бізде else ақып келеді. Себебі бұлар бұл тізімнің ішінде жоқ. Демек attempt деп көреміз. Өтуі керек. Өтті. Рандом тесттер. Correctly өтті. Яғни біз шартпен жазатын болсақ, егер мынаған тең болатын болса да welcome, мынаған тең болатын болса, мынаған тең болатын болса, welcome деп жазуымыз керек. Біз оны алдықта қарапайым else операторымен орындай салдық. Иначе, онда языкты ағылшынға аударамыз, а когда ол ағылшынға барғанда по-любому welcome деген жазу шығады. Осымен бірінші есеп аяқталды. Шешу проценті 90%. Skip батырмасын басамызда келесі есепті қараймыз.
фундаментальный 86% шығарылған 8Q оңай есеп көшіреміз. Ctrl-C, Ctrl-V. Напишите функцию, которая преобразует входных строку в верхнем регистре дейді. Верхний регистрда upper деп айтуы мүмкін. Давайте былай қылайық. Return upper S. Ну, может, ошибка шығар, көреміз. Тест. Окей, upper дейтін функция жоқ екен. S.upper ма? Қазір болмаса, интернеттен қарап көреміз. Қалай жазылатын? S.upper. Осылай шығар. Тест. Все. Attempt. Hello болса, hello болады. Мынаның барлығы бізде өтті. Қызыққа тексеріп көре салайық. Біз алдыңғы есеп тексермедік, кстати. Ctrl-C, онлайн Pythonға салам. Ctrl-V. Printқа шығарам. Printқа make up a case деймді. Жақшаның ішіне белгілі бір тексті жазамын. Ол текст менде мыналар екен. Примерно осы көшіре салайын. Ctrl-C, Ctrl-V. Тырнақша алынады, кстати. Бірлік тырнақшаға. Иран. Барлығы мінекей бас әріпке ауыстырылды. Екінші есебіміз өте оңай түсті бағымызға орай. Үшінші есепті қарастырамыз. Skip. Так, 8Q оңай сияқты. Так, Ctrl-C, көрейік, Ctrl-V. Учитывая массив целых чисел, вернуть новый массив с удвоением каждого значения. Окей? Барлығының несін шығарады дейді? Дәрежесін шығарады. Значит, бұларды return жасаймыз. Или болмаса новый массив шығару керек па? Окей, бүйтейікші онда. For операторымен жасайық. For i in a-ға дейін ішіндегі барлығын екі дәрежеге шығару деген сөз. Return i-ді жұлдызша екіге жасаймын. Системда ең соңында return i деймін ғой. Сонда массивтің ішіндегі барлық мәндерді екі дәрежелейді. Тест. Ошибка. Return i. Так. Аның екі дәрежесі бола ма сонда? Return a. Тест. Окей, ошибка. Демек, біз аламызда массивтен жаңа массив құрастыр дейді ғой, берілген оқиық. Учитывая массив целых, вернуть новый массив дейді. Значит, новый массив құрамыз. B тең новый массив for i. Демек, аның ішіндегі барлығын біз квадраттаймыз да жаңа массивке саламыз. И барлығына тоқталады. И көбейту 2. Осыны B-ға append қасиетімен қосамыз. B нүкте append қосамыз. I-дің квадратын сөйтемізді. Return B-ға сілтеме өтеміз. Тексеріп көрейік. Так, біреу ғана өтті, қалғандары өтпеді дейді. Өтетіндер қайсы еді олар? Так, хорошо. Учитывая массу целых, вернуть новый массив с удвоением каждого значения. С удвоением деген. Екіге көбейту ма? 1, 4, 9-дан, неге 2, 4, 6 шықты, 9-дан қалай ол 6 шығып кетті? Қате сияқты ғой, өйткені мұнда берілгенде 1, 2, 3-ті, просто 2 көбейту екен ғой дәрежесі емес. Тест. Ну все, attempt. Ну, великолепно, барлығы өтті. Демек, түсіндіретін болсақ, новый массив құрастырамыз. For операторы аның бүкіл мұнда аға қандай мән берілсе, соның барлығына дейін дедікті. Новый B массивіне сол айдың тоқталады. Ай мынаған барлығына тоқталады. Соның барлығын өз-өзіне көбейтіп, B-ға меншіктеледі. Өйткені B бізде пустой. Сол пустойға аның мәндегі сандар 2 еселеніп, немесе 2 көбейтіліп B-ға жүктелінеді. И ең соңында B-ны шығарамыз. Ctrl-C.
онлайн Pythonға саламыз Ctrl-V, printқа шақырамыз функцияда, maps'ты шақырамыз да, Ctrl-C, жақшаға, и тут еще тік жақшаға мынау мәндердің барлығын береміз. Өйткені бұлар бізді тексерістен өткен. Ctrl-C, Ctrl-V, run, мінекей барлығы 2-ге көбейтілді. Ал жауап бойынша тексерілетін болсақ, мыналарды беретін болсақ, мына жауаптар шығу керек, тексереміз. Run, мінекей барлығы 2-ге көбейтілді. Осымен біздің бүгінгі қарапайым 3 есебіміз аяқталды. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болатын болса, комментарийге жазып көріңіздер. Бұл жерде біз спонтанно шығардық. Кейбіреуі бірнеше қайталаумен болды, кейбіреуі басында түсінбеу болды. Есесіне шығарып үлгердік. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.